Құрметті оқырман, видеоға лайк басып, соңында пікір қалдыруды ұмытпайық. Әңгімені соңына дейін тыңдаңыз. Бәрі жақсы болады. Мәңгі бақытты өмір сүреміз. Үйімізде балалардың дауысы көбірек болғанын қалаймын, деп күйеуі оған ғашықтық сезімін білдіріп жүрген айтқан еді. Ол кезде Жарқынай оған қатты ғашық болмаса да, қара шашты жігіт оны барлық уайымнан қорғайтын мызғымас қамал болып көрінген. Әкесі де, қызым, менің өмірім де аяқталуға жақын. Жүрегім ауыратынын білесің. Анаңның артыңнан кетемін. Сен үйленіп кетсең, мен тыныш өлемін, деген еді. Жарқынай жұмсақ ақшыл шашты, нәзік, кішкентай әйел ең табанды жігіттің тәтті сөздеріне сеніп қалды. Кейіннен ол еркін сияқтылардың шахматшылар мен хоккейшілерге ұқсайтынын, олардың әрдайым жеңіске жететінін, шектен тыс уәделер беретінін, ал қажет болса хоккей тағымен соққы жасайтынын түсінді. Немесе ол жай ғана еркін емес, оның ешқашан жалғыз қалмайтыны, жанында сенімді адам болатыны туралы арманын жоққа шығарды. Мүмкін ол ойлануға уақыт берер еді, бірақ дәрігерлер әкесінің жағдайына байланысты нашар болжамдар айтып жатты. Сондықтан ол асыға бастады. Неке аңғалдық, әрине ақымақтық. Бірақ Жарқынай әкесі үйлену тойында болып, жүктілігі туралы білсе, ғажайып түрде сауығып, ұзақ өмір сүреді деп сенді. Сонда ол сүйетінін айтады. Шын мәнінде ол сол кезде күйеу жігіттің өзімшіл жүзі қалай бұрмаланғанына назар аударуы керек еді. Бірақ көбіне болатыны сияқты, ол әкесі үшін қорқуды, жалғыздықтан қорқуды тоқтатқысы келді. Сондықтан ол фактілерді өзгерте бастады. Және өзіне ол жай ғана көрінгенін, іс жүзінде ол мүлдем ашуланбағанын сендірді. Ол оның сезімін қалай дәлелдеді? Ол үшін бірдеңе жасады ма? Мүлдем жоқ, тек сөз сөйледі. Мен сені шексіз қажет ететінімді және біздің болашақ балаларымызға қажет ететінімді сеземін. Бәрі жақсы болады, сеніп қой, деп еркін ашуланып айтты. Ал ол ақымақ сияқты сеніп қалды. Әкесі олардың үйлену тойын төледі. Бірақ бұл бақытты сәтке дейін өмір сүрмеді. Жарқынай қайғырып, көз жасы бетінен ағып тұрды. Өтінемін, мені масқаралама, деп еркін оған ысқырып айтты. Бәрі сен сияқты сұр тышқанның маған жақсылық жасап, маған тұрмысқа шыққанын ойлайды. Өкінішке орай, мұны ол ЗАГСта қол қойғаннан кейін айтты. Әйтпесе ол дереу қашып кетіп, бәрін ұмытып кетер еді. Кешір, мен жақында жерлеу рәсіміне байланысты үйлену тойын кейінге қалдыруды ұсындым ғой, деді ол. Ол ең жақын және қымбат адамнан енді ғана айырылды. Сен ақымақсың ба? Үйлену тойын кім қайта төлейді? Немесе сенің қымбатты әкең қабірден тіріліп, қайтадан көп ақша бере ме? Деп жаңа күйеуі дөрекі жауап берді. Жарқынай кенеттен сәнді үйлену той көйлегімен еденге құлап түсті. Біреу оны есін жинау үшін су құйып жатты. Еркін де кенеттен өзгеріп, өзін қамқор, сүйкімді және керемет адам етіп көрсетті. Бірақ ол адасып, тегін тәттілікке сенгендерді өте зұлым және қауіпті нәрсе күтіп тұрған қауіпті үйіне ұқсады. Жаным, есіңді жина, деді еркін әдейі қатты дауыспен. Бұл сенің күнің ғой, сен мұны есіңде сақтайсың. Бұл қателік болды. Иә, деп ол әлі қайда екенін түсінбей сыбырлады. Бірақ ол үйлену тойы туралы емес, оның құрсағында пайда болған сәби туралы айтты. Ол неге мұндай адамнан жүкті болды?
сәби өте бақытсыз болар, ал ол ақымақ. Иә, Еркін бұл туралы дұрыс айтты. Ол әкесінің жағдайы жақсарады деген үмітпен бірінші көрген адамына қарай жүгірген жалғыз ақымақ эгоист еді. Жаным, не болды? Не ойлап отырсың? Деп Еркін оны мейрамхананың шулы залынан демалыс бөлмесіне ақырын алып шықты да сол жерде бірден басқаша сөйлей бастады. Сен қашан тынышталасың, ақымақ? Сен қателіксің, түсіндің бе? Егер әкеңнен саған мүліктің үлкен бөлігі қалады деп үміттенбегенде, мен сенімен байланыспаған болар едім. Бірақ ол бәрін тірі кезінде өз інісіне жазып кетіпті. Ал маған сұр тышқанмен ақымақ үйлену той ғана қалды. Мен қаншама өтірік айттым, қаншама ақымақтандым. Соңында не алдым? Әкем сені жек көреді. Сен мұны білесің бе? Егер әкемді жақсы көрмесем, сен маған не үшін керексің? Соңғы сөздері мүлдем түсініксіз болды. Оның қайын атасының мұнда не қатысы бар? Ол оны әрең танитын. Тіпті бір-екі сөзде айтпаған еді. Күйеуі оларға ешқашан жақсылық әкелмеді. Бірақ Жарқынай бәрібір айтты. Біздің баламыз болады. Сондықтан ажырасумен асықпау керек. Ол 2 тест жасады. Әр қайсында 2 сызық шықты. Сондықтан жаңа шындықты қабылдауға уақыт келді. Ол жүктеді. Күте тұру керек дейсің бе? Мен сенің өміріңді тозаққа айналдырамын. Егер сен осы шешімге керек емес үйлену тойынан кейін ажырасуға өтініш бермесең, мен өзім осы масқараға шыдап жүрмін. Өйткені мансап үшін адамдардың көзін бояу керек. Егер әкең осы мұрамен тосынсый жасамағанда, мен саған үміт артпас едім, деп Еркін айқайлайды. Оның беті ашудан қызарып кетті. Жарқынай да әкесінің неге тірі кезінде барлық мүлікті бірінші некесінен туған ағасына бергенін білмеді. Ол Серікті жақсы танымайтын. Бұл жағдай тек жерлеу рәсімінде белгілі болды. Жарқынайға ескі үй ғана қалды. Ол үйді ешкім жөндемейтін еді. Ал Серік бір түсініксіз нәрсе айтты. Сен сенбессің, бірақ әкем сені қорғағысы келді. Не айтқың келді? Деп таң қалды ол кезде. Бірақ ол әңгімелесуге әлі ерте екенін және әзірге ештеңе білмеген дұрыс екенін айтты. Бұл уақыт қашан келеді? Оған кім және не түсіндіреді? Мәселе ол кенеттен кедейленіп қалғанда емес еді. Әкесі оны шынымен жақсы көрді ме? Әлде күйеуі қазір істеп жатқандай қандай да бір түсініксіз мақсаттар үшін өтірік айтты ма? Деген сұрақ еді. Оның жүрегін жарып дем алуға мүмкіндік бермеген нәрсе осы еді. Еркін, мен таза ауаға шығамын. Содан кейін бәрі жақсы сияқты көрінеміз. Ал үйлену тойынан кейін мені көрмейсің. Тек ажырасу кезінде ғана. Бірақ бәрін жеке-жеке жасауға болады, деді ол сабырмен. Оның басында бір ғана ой болды. Ол мүлдем ақылынан адаспай тұрып, дереу бұл жерден қашу керек. Содан кейін бірнеше апта өтті. Және ескі пәтерде жасырынып отырғандай болды. Тек кейде ғана сыртқа шығатын. Жарқынай өзін зорға тамақ жеуге мәжбүрлейтін. Ол өз масқарасын есіне түсірді. Такси шақырып, сәнді үйлену той көйлегімен оған кіре алмады. Өйткені етегі тым үлкен еді. Жарайды, алдымен ауыстырайық. Бірақ тезірек, әйтпесе уақыт өтіп барады, деп жүргізушінің үрейлі мұрты дірілдеді. Содан кейін ол сөмкесінен маникюр қайшысын алып, жүргізушінің таң қалған көзінше нәзік матаны жыртып жіберді. Осы кезде мына көйлектің таңдағаны жақсы болды. Сатушы, екінші күні көйлектің етегін шешіңіз, сонда сізде су перісі стиліндегі той көйлегі болады,
деген еді. Екінші күнді күтудің қажеті болмады. Қашу үшін кез келген адамға айналуға уақыт келді. Ақымақ көйлекті қою үшін маршруттық такси шақырмайсың ғой. Жүргізуші жол бойы қорқынышпен айналасына қарады. Кенеттен ол өзінің көлігінің артқы орындығында өзіне бірдеңе істеуді ойлап қалсашы. Ақыры шыдамай, менің кеңес беруге құқығым жоқ, бірақ ғашықтар көбінесе татуласып жатады, ал өмір жаңа түстермен жарқырай алады, деді Жарқынай. Таңғаларлықтай осы сөздерге жабысып қалды. Ол сәбидің дүниеге келуін күтті, немесе қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысты. Содан кейін Жарқынай өзіне қажеттіліктің немесе кем дегенде жақын арада ештеңе шешудің қажеті жоқ деген құтқару қоңырауын күтіп тоқтап қалды. Ол адасқан оқпен немесе бірнеше оқпен жараланғандай болды. Ол жатып, емделіп, қандай да бір тілектер немесе үміттер қайтадан оянатын уақытты күтуі керек еді. Бірақ мұндай ештеңе болмады. Қымбат костюм киген таз, қатал шал оған ажырасу туралы шақыру қағазын әкелді. Бірақ ол менің жүкті екенімді біледі, менімен ажыраса алмайды ғой, деді Жарқынай. Жарайды, мен қарсылық білдіремін. Менің не шаруам бар? Мұндайлар қаншалықты көп жанжалдасса, біз соншалықты байимыз. Егер бәрі адамдар сияқты емес, біз сияқты әрекет етсе, біз аштан өлер едік. Бірақ менде де ақша да, күште де жоқ, соншама нәрсе үйіліп қалды, деп ол ақымақтықпен сыбырлады. Бірақ оған бәрібір екенін білді. Таз адам жай ғана иығын көтерді. Маған не қатысы бар? Мен кедейлерге психолог емеспін, және сізді тыңдауға міндетті емеспін. Қандай да бір тегін көмек желісіне қоңырау шалыңыз, деді. Содан кейін ол қол қойылған күтіп, оның клиентін Еркін Берікұлын ашуландырмауға кеңес берді. Еркін Берікұлы маған бәрін айтты. Ол сіздің қандай өмір салтын ұстанғаныңызды біледі. Сондықтан өз тіркемеңізді оған жабыстыруға тырыспаңыз. Егер сіз кім екенін білсеңіз, нағыз әкесіне хабарласыңыз. Иә, әйелдер басымен кетті. Таңба қоятын жер жоқ. Жарқынай күйеуінің оған жала жапқанын түсінді. Ал ақталу өздері тамағында түйін болып тұрып қалды. Ақырында бұл сезімсіз, тек ақшаға қызығатын адамға бірдеңе дәлелдеудің қандай мәні бар? Бір аптадан кейін шақыру қағазы бойынша бару уақыты келді. Ол таксиге ақша жұмсамауға шешті. Оның жұмысқа шығуға күші жоқ еді. Зейнетақы туралы бұрын ойламаған. Олар мүлдем дерлік жоқ еді. Ол өгей ағасына қоңырау шалғысы келді. Бірақ ол тағы бір соққы мен өзің ақымақсың, кінәлісің деген ашулы жауап алуға дайын емеспін деп ойлады. Содан кейін ол метроның екі ауыстыруынан маршрутты таксимен жүруден кейін тағы бір қорлау орнына жаяу тыныш қадам басып, ол туралы ойламауға тырысты. Бірақ көз жасын тоқтата алмады. Содан кейін кенеттен тұншыға бастады да орындыққа отырды. Уақыт әлі де жеткілікті еді. Жарқынай кезекті жолға алдын ала шықты. Ол әрқашан уақытпен жүруге берілген еді. Ол шаршады. Барлық оқиғалардың төзгісіз ауырлығы және мүмкін жүктілік оған әсер етті. Біреу оның қолына тиді. Бұл залыммен тезірек ажырас. Ал үйге қайтқанда биік айнаны ашып, қос қабырғаның артына қара. Сен бұл күн үшін тағдырға әлі де алғыс айтатын боласың. Ажырасу туралы қайдан білесіз? Жарқынай неге екенін білмейді. Бірақ әр сөзді анық естіп, бірден есте сақтап қалды. Содан кейін ол өзінің алдында сіган әйелі отырғанын көрді де шаршап, түсінікті,
қайғылы жердің жанында ажырасып жатқан қайғылы әйелді көрдіңіз бе? Менде алтын да қолма-қол ақша да жоқ. Үміттенбеңіз, және сіздің ертегілеріңізге сенбеймін, деді. Жарқынай, маған олай айтпа. Мен жақсы әйелмін, және сенен ештеңе сұрамаймын. Сіган әйелі оның көзіне байыппен қарады. Оның жүзі таныс болып көрінді. Бірақ Жарқынай оны қайда және қашан көргенін есіне түсіре алмады. Тыңдаңыз, мені жай ғана тыныштықта қалдырыңыз, деп өтінді ол. Соңғы уақытта оны тым көп алдады. Сондықтан ол тағы бір мұндай жағдайға шыдауға мүлдем ниетті емес еді. Әрине, бұл ханымның оның есімін қайдан білетіні белгісіз. Бірақ ол ұйықтап жатқанда сөмкесіндегі құжаттарды жасырын түрде қарап шыққан шығар. Биік айнаны ұмытпа және ажырас, ойланба. Ал біз әлі кездесеміз. Бірақ сенің жағдайың әлде қайда жақсы болады, деп сіган әйелі уәде беріп, жұрттың арасына сіңіп кетті. Міне, енді менде биік айнаға деген жұмбақ үміт пайда болды, деп ойлады Жарқынай. Бірінші кезекте және әрине сөмкесін тексеріп, ештеңе ұрланбағанын түсінгенде қуанды. Еркін сотқа келді. Бірақ Жарқынайға неге екенін білмейді, соншалықты ауыр болмады. Әкесіне деген қайғысы әлде қайда қатты жанып кетті. Ақыр соңында балаға оңбаған әкесі не үшін керек? Ол тыныш өмір сүрсін. Бәрі таңғарларлықтай тегіс өтті. Бөлісетін ештеңе жоқ еді. Еркін тек өзі сыйлаған жүзікті қайтаруды талап етті. Ол өзі қайтарғысы да келді. Өзімен бірге алып келген еді. Сондықтан оны бірден лақтырып жіберді. Сәттілік, деп оған қоштасу үшін айтты. Сен кімге керексің? Сен ақымақсың, деп Еркін ашуланып қызарды. Ақымақтарды үйрету тек азаптау, деп Жарқынай неге екенін білмейді. Өзінің қатты жақсы көретін әжесінің сөздерімен жауап берді. Өкініштісі, ол анасымен сол теплоходта суға батып кетті. Соңғы 3 жылда тым көп шығын болды. Ол тіпті әкесі барын серікке есінен адасып, осынша жүктемeye шыдай беріп кеткен шығар деп ойлады. Бұл ойдан сәл жеңілдеп қалды. Тіпті күлімсіреді. Еркін одан шошып, ашудан құтырынып жүгіріп шықты. Содан кейін Жарқынай сіган әйелінің биік айна туралы сөздері өтірік болса да, тағдыр оны осы ақымақ және сезімсіз адамнан алып кеткеніне алғыс айтатынын түсінді. Жарқынай таксиге мініп, кішкентай жеңісін атап өтуге шешті. Әрі сіган әйелі ештеңе ұрламады, және ол бұрынғы күйеуіне рахат сыйлаған жоқ. Үйге келгенде әдемі оюлары бар ескі емен биік айнасына қарады. Содан кейін бұрағыш тауып, шынымен де артқы қабырғаны жасырған бұрандаларды шешті. Ол жерде кілт пен әкесінің жазбасы жатты. Жарқынай, анаң соңғы іс сапарға кеткенде ұмытып кеткен көгілдір ескі чемоданды аш. Қалғанын серік айтады. Ол сенің досың. Өгей ағасының оны қатты жақсы көретініне Жарқынай сенбеді. Бірақ ол енді ештеңеге таң қалмайтын болды. Чемоданның құлпын ашты. Ішінде қолма-қол ақша жатты. Ол қанша екенінде санай алмады. Бірнеше оңдаған миллион сияқты. Сол жерде серіктің телефоны жатты. Сонда ғана ол ағасы оған ешқашан нөмірін қалдырмағанын есіне түсірді. Бірақ ол одан сұрағанын есіне түсіре алмады. Жарқынай телефон шалды. Мен саған сіган киіммен әсер қалдырдым ба? Актерге оқығаным бекер емес. Кел,
үйіңнің жанындағы асханада кездесейік. Мен бәрін айтамын, деді өгей ағасы. Оның қоңырауын күтіп отырғандай. Ол сол сігән болғанын қайдан білдің? Деп ол таң қалуға үлгермей сұрады. Шын мәнінде сұр көздері мен өткір мұрны сол еді. Мен мұнда көптен бері отырмын, және сенің қоңырау шалғаныңды күтіп отырмын, деді Серік. Жарайды. Үйге келгеннен кейін жүктілікке қайтадан талдау жасағанын есіне түсірді. Екі тест сызықтарды көрсеткенімен әртүрлі болды. Өмірде бәрі болады. Бұл жолы тест бір сызықты көрсетті. Сонымен қатар сігән Серік болса, немесе ол болса, олардың біреуі бәрібір білгіштер еді. Әрине, бәрін тексеру керек еді. Бірақ бұл оған мұндай адамнан бала тумайтынына үлкен үміт берді. Жарқынай ешқашан баладан құтылуға шешім қабылдамас еді. Бірақ оған ешқандай сәби күтпейтініне қуанышты болды. Ол Серік сұрағандай бірнеше ай күтті. Ештеңе болмағандай өзін ұстады. Кенеттен байып кеткені туралы және ешкімді күтпейтіні туралы ешкімге айтпады. Бұл УДЗ-да расталды. Серік оған әлі күнге дейін басына сыймайтын оқиғаны айтты. Сөйтсе, Еркіннің әкесі Жарқынайдың әкесінің жауы болған екен. Ол жай ғана ұлына шек көретін адамның қызынан кек алуға бұйырған. Нақтырақ айтқанда, оған үйленіп, мүлікті тартып алып, ешбір жағдайда ортақ бала тумау керек болған. Шын мәнінде Еркіннің әкесі Жарқынайдың әкесіне ештеңе жамандық жасамаған. Ол жай ғана қызғаныштан барлық сәтсіздіктерін басқаларға жапқан. Бірақ Еркін әкесін қатты жақсы көріп, оның бұйрығын дәл орындағысы келген. Сондықтан жалған құжаттар Еркінді қалыңдықтан ештеңе алмайтынына сендіре алған. Ал жалған жүктілік те тағдырдың көмегі болып шықты. Бірақ әкем маған неге бұл қорқынышты адамға тұрмысқа шықпау керектігін айтпады, деп таң қалды ол. Кім білген, әкеміз бәрі белгілі болған кезде мүлдем нашарлап кеткен еді. Егер саған бәрін айтса, сен баладан айырылып қаласың деп қорыққан. Өйткені бұл оның немересі ғой. Сондықтан ол бәрін сатып, саған сол чемодан мен жазбаны қалдырды, деп қорытындылады Серік. Енді саған ештеңе қауіп төндірмейді. Еркін мен әкесі қайтарылмаған үлкен несие бойынша алаяқтықты жасыру үшін шетелге қашып кетті. Олар қайтарғысы да келмеген шығар. Мен сені кедей қалғаныма қуанатын зұлым өгей ағасың деп ойладым, деп күлімсіреді Жарқынай. Және сұрады: неге сен сігән әйелі болып киіндің? Бұл сені қолдау және ақша туралы жазуын хабарлау үшін ғана керек еді. Егер Еркін бізді бірге көрсе, күдік тудырар еді. Ол сені аңдып жүр ғой, деп түсіндірді Серік. Мен театр училищесінде бекер оқымадым ғой. Айтпақшы, мен сенімен бөлісуге дайынмын. Бәрі жақсы болды ғой. Менің әкем сенің анаңмен және бірінші әйелімен жақсы қоштаспағанын білемін. Тіпті пәтердің өз үлесінде алып кеткен. Жарқынай өзі білген бұл отбасылық құпия үшін ұялды. Оның анасы жақсы әйел болған, бірақ күйеуінің тұңғышымен кездеспеуі үшін бәрін жасаған. Ол үшін уайымдама. Әкем екеуміз әрқашан қолдау көрсетіп келдік. Әрқашан дос болдық, деп түсіндірді Серік. Жарайды, онда мен бірінші кезекте пәтерімді ауыстырамын. Егер Еркін бір күні қайтып келсе, ешқашан болмайтын біздің баламыз туралы білгісі келіп, маған келгенін қаламаймын, деп жоспарларымен бөлісті Жарқынай. Жақсы шешім. Сен сәулетші болып оқы. Солтүстік Астанаға көшкін келген сияқты едің. Мен дұрыс есімде ме? Сен бәрін білесің, тура сігән әйел сияқтысың, деп Жарқынай ашуланғандай кейіп танытты. Жарқынай олай айтпа,
Мен жақсы әйелмін, және саған уәде еткендей біз кездестік, және сенің жағдайың әлде қайда жақсы болды, деді. Серік сол сіған әйелінің даусымен ал жарқынай бақыттан үнсіз жылады. Мәселе миллиондарда емес еді, бірақ кім олардан бас тартады? Жай ғана ода туысқан және сенімді адам пайда болды.